Қазір барлығын салыстырып жатыр. Заңғардың енді заңғардікі бірінші балдары ғой. Қайрат пен Жұлдыздікі 5-ші бала шағасы. Бірінші болғаннан кейін басқаша болады да. Енді түскен келін болғаннан кейін енді Жұлдыз барлығын үйреніп қойған әйелі ғой енді. Кімнің айтатын әңгімесі ғой. Көрмей, қалай көрмей. Маған Рәбиясы кім, Әміресі кім, Нұрәлиі кім, Ақмөрі кім, Ханы кім, мен үшін бәрібір. Өйткені Қайрат, Аян, Заңғар үшеуі. Ол бәрі менің балдарым. Так что оған ешкім басын ауыртпай ақ қойсын. Менің жақын адам жоқ. Жұлдызыңа да, Айгеріңе де, Индира. Осы уақытқа дейін мен енді жүгіріп келдім ғой. Бірақ енді ат тізгінін оның қолына беретін уақыт жетті, жас емес. Арғырап өзі алып кетсе де, енді одан кейін өзінен кейін шәкірттер өсірсе де, неше жыл болды ғой. Қайтсем осыларды өсіремін, қайтсем дамытамын деп, тек қана миымның барлығы өзім отбасым болды. Енді мен ойлап тұрмын, өзіме уақытымды арнасам. Мамамның бет бояйтындарын алып, өзімді бояйым ғой. Ерінді бояйым, қасымды бояйым. Енді үйде қыз жоқ қой, иә. Мамам кіріп қалады, мама, анау помада өзіне түсіп кет, мен бетімді бояйып кет деймін. Анашың қатал болды ма негізі? Жоқ. Әлде әкең қатал болды. Қаталдығы қалай білінуші еді? Қатал болған емес, просто біздің Қайрат қалай айтсам болады. Үйде бір абой жыртылып қалады ғой, кезде абой болады. Иә. Сосын бұған көрсетемін да енді. Аналар тіптен кішкентай. Қайрат деймін, мына абойды ертең кіле әкелем, мына жерді тиіспеңдер, ертең кіле әкелем, сол жабыстырып қоямыз десем, мынаны ма деп жыртып тастайды мынау. Мынаны ма дейді, жыртып тастайды да. Трудный ребенок дейді ғой. Сондай бал. Ең басында келген кезде біздің үйде ондай, мына жерде мынандай деп өзінің жаңағы шаңырағындағы дүниелердің бәрін сенің үйге қойғысы келеді да, есіктен кіріп төрі менікі дейтіндер көп та. Түсінің ба? Өзінің заңын қолданғысы келеді. Ол келген келіннің заңы ол жерде болмайды. Ол өмір бақи сол әулетте, ол болып жатқан заңда, оны келін бір күнде бұза алмайды. Ол келін бұзады, рас, балалы шағалы болғанда. Ене адамның күні адаммен деген, ене келінге қарайтын болады. Келін маған қандай көйлек кезеткен, мына жаққа барған кезде жаңағы реттер ме екен деген сияқты, күйеуі де сол әйеліне қарайды да. Ененің де күні, күйеуінің де күні балалы шағалы болғаннан кейін сол әйеліне қарайды, келінге қарайды ше. Жалпы әркім өзінің орнында болса, әркім өзінің орнында болса болған сияқты. Сол орнын білмей жатыр ғой. Енелер өзінің орнында болса, иә. Енді ешқандай ана бейбігілді жаңағы әйелмен қырылсын, әйелмен жамандасып Иә. екеуі мысалға күліп мәз болып жүрсе қуанып отырамыз. Ал енді келініміздің сәл шекесі тырысып қалатын болса, ана жаққа барамыз да тез звондаймыз жаңағы. Қайтасың деп та. Ұялмайсың ба деген сияқты баламызға сөйлейміз. Өйткені өз балаң өз егінен тепсең де кетпейді деген да. Біз бүкіл жаңағы ненің барлығын балалардан аламыз ғой. Ұрсуытта басқанда. Келінге оны көрсетпейміз баламызға ұрсып келгенімізді. Қайда үшін тез жет деп отырамыз да. Айналып келгенде сол келіннің көңілін табуды жасап отырамыз. Қалай болғанда да. Бірақ оны түсінетін келін болса, бірақ оның түсінбеуінің тағы да бір себебі бар ғой. Қыз тәрбиесіне келген кезде де бір дұшпанның лагеріне жіберетін сияқты бір тәрбие формасы да бар ғой. Айтады, иә. Албасты ертең көресің, енен сені бұлай Басына программа қойсайды, иә? Болды, анау соғысқа баратыр ғой. Ана күйеуге баратқан жоқ, сол үйге барып сіңісіп кетейін деген әңгіме жоқ та. Сосын любой қыз келіншектермен танысқан кезде, менен тренинг келген кезде былай сұрақ қоямын, сен ұруың қандай деп сұраймын да. Ол сұрақты қоюымның астары барған елін, әулетін қабылдады ма, қабылдаған жоқ па? Сол кезде көп қыз келіншектер айтып жатады, өзінің мысалы Албанмын деп жатады, өзі Қоңыраттың келіні да. Мен Қоңыраттым деу керек қой. Ол қалай Албан болады? Албан елі қалды, оны ұзатты, сыңсуын айтты. Қоңыраттарға келді, ұл тауып отыр, қыз тауып отыр, сол жерден өсіп өніп отыр. Ол Гүлекен айтқан тақырып қой. Барған жерге бейімделу керек, оларды қабылдау керек. Оларды дұшпан деп, олармен төбелесіп соғысудың қажеті жоқ. сол үйді қабылдаймын деп келсе, әреден болады ғой. Asılından seni, ya çıktım ha.
Иә, алады. Қыздар алдында маған осы слоевойды ішіп жатқан кезде директке көптеген сұрақтар келді. Шынымен де осыны ішіп аздыңыз ба? Жалпы осының пайдасы қандай деген секілді. Қыздар, мен сіздерге осы слоевой туралы айта кетейін. Сол негізі комплексный өнім. Бұл жерде барлық компоненттер бар, сондықтан бір ғана осы слоевой арықтатады, болды, осымен тоқтаңыздар деп айта алмаймын, өйткені бұл комплексный болғандықтан сіз қосымша дұрыс тамақтану деген сияқты бар, физикалық қозғалыс болу керек, иә. Жалпы жатып алып тек осыны ішіп азу деген жоқ, сондықтан қозғалысты да қосу керек, бірақ осы слоевой туралы айта кетейін. Бір стакан суға осы порошокты қосамын, өнімді. Қыздар, сіздер енді көп сұрақтың астына алып жатырсыздар. Жалпы слоевойдың қалай жұмыс істейтінін айта кетейін. Ең біріншіден метаболизмді жылдамдатады, ағзаны іштен тазартады, табиғи жолмен тәбетті тежейді, гормондық тепе-теңдікті қалпына келтіреді, босанғаннан кейін де ағзаға қолдау білдіреді. Жалпы өздеріңіз білесіздер, көп аурулар артық салмақтан, яғни артық майдың салдарынан пайда болып жатады. Ол білдіртпей, байқалмай пайда бола қалады, содан кейін біз қиналамыз. Негізі бұл слоевойдың маған несімен ұнайды? Әрине, ең біріншіден сенімді компания, одан кейін сертификаты бар, таза, табиғи, гмосыз, қансыз, қоспасыз өнім болғандықтан мен айта аламын. Оған қоса менің оқырмандарыма өте керемет ақпарат айта кетіңізші деп маған қазір айтып жатыр, компаниядан хабарласып. Осылай слоевойдың 3 қорапшасына тапсырыс берсеңіз, бір қорапшасы сыйлыққа келеді. Керемет емес пе? Жаңа жылдың алдында өзіңізге, құрбыңызға, жалпы жақындарыңызға осыны сыйлыққа алсаңыздар, 12 айға бөліп төлеу қарастырылған. Толық ақпаратты сілтеме бойынша парақша арқылы білсеңіздер болады. Жалпы отзывтарын оқысаңыз болады. Менің оқырмандарыма 24 сағат бойы минус 20% жеңілдік бар. Соны өткізіп алмаңыздар. Жеткізу кез келген жерге тегін. Бұндай мүмкіндікті өткізіп алмаңыздар. Достар, өстіп мен секілді дайындап, күнделікті ішіп тұрсаңыздар болады. Бұл жалпы шайдың орнына, зиянды газды сусындардың орнына осы слоевойды ашып ішсеңіздер өте керемет. Әрине, күніне 2 рет ішемін мен. Егер де сіздер өздеріңіз кеңес аламын, хабарласамын, осыны сұраймын десеңіздер, әрине компанияға хабарласып білсеңіздер болады. Var.